білім беру саласы таным ұйымдастырылған оқу қызметі сенсорика. Сабақтың тақырыбы ойыншық құлыншақтың жолы. Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ойыншық құлыншақтың жолы деп аталады. Қане, бәріңді шаттық шеңберіне шақырамын. Расул, шаттық шеңберіне. Марима, ұстай қой. Кәді, үлкен шеңбер құрайық. Үлкенге де сіз, кішіге де сіз. Үлкендерді құрметтеп, бас иеміз біз. Жақсы, орнымызға жайғасайық. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Күзде далада қандай өзгерістер болып жатыр? Жаңбыр жиі жауады екен. Ағаштар қандай түске боялады? Жапырақтар? Сендер балабақшаға келе жатқанда қалай киініп келесіңдер? Қалай киініп келеміз өйткені күн суыттағы? Балалар, қараңдаршы, бізге қонаққа кім келді? Атай келді, Қуыршақ атай бізге бүгін қонаққа келіпті. Қуыршақ атай төлдері жайып жүргенде құлыншағын жоғалтып алыпты. Осы құлыншақты біз үйіне қайтаруға көмектесеміз бе? Көмектесек, онда олай болса, құлыншаққа біз мына жерде берілген түстерді пайдаланып, қызыл көк түстерден жол жасап, құлыншақты атайға көмектесуге қайтарайық. Қызыл көктен жол жасап, әдемілеп орналастырамыз. Қызыл көк түстерді пайдаланамыз. Қане, жол жасаймыз. Қане, кім жасады жолды? Мен. Қане, Ислам, қандай түс жасады? Қызыл түстерді пайдаландым. Бұны Расул қандай түстен жасады? Қызыл көк. Айбек қандай жолақшадан жасады? Қызыл көк. Біз қандай түсті пайдаландық? Қызыл көкті. Ильяс, бізде жолды қызыл және көк түстен жасаймыз. Жасыл түс бізге артық екен. Артық па? Қандай түстен жасады Айғаным? Қызыл. Марима? Көк. Жібек? Қызыл және көк түс. Нұрайым? Жақсы. Біз атайға не істедік балалар? Құлыншақтың жолын жасап, құлыншақты тауып бердік. Қане, олай болса бәріміз олай болса серіктеу сәтін жасап, ойымызды бір серіктіп алайық. Серіктеу сәтін жасап алайық. Нариман, келе ғой, жібек. Бәріміз бірге серіктеу сәтін жасап, денемізді серіктіп алайық. Қайды, бірге қайталаймыз. Қайталаймыз бәріміз бірге. Қайталаймыз. Билеп тұрамыз.
бәріміз бірге жасаймыз. Айдаламыз. Боламыз. Жақсы жарайсыңдар. Жүрек жасап. Жүрек қайталаймыз. Балалар, жарайсыңдар, селіп қалыңдар ма? Олай болса, тағы да бір рет қайталап алайық. Тағы да бір рет қайталап алайық. Алихан. Бірге жасаймыз, қайталаймыз. Селіп қалдыңдар ма? Жарайсыңдар балалар. Сендер менің құлыншағыма жол тауып қайтарып беріңдер. Жақсы, сау болыңдар. Сау болыңдар. Балалар, енді бір денемізді сергітіп алсақ, бір ойын ойнап алайық па? Ойынымыздың аты тісіне қарай топтастырып, құрастырғыштарды бөліп алу керек. Қане, ақ жерде. Тісіне қарай топтастырып, жинап бөліп аламыз. Ислам. Тісіне қарай жинап аламыз. Сене бар ғой, оғанырмыз. Мына жерде артып тұрған құрастырғыштарды бөліп аламыз. Айбек, сен ақ түсті жинап отырсың ба? Қане, жинадың ба? Қандай түс жинадың? Ислам, қандай түс жинадың? Көк түс жинадың. Нұрай, қандай түс жинадың? Сары түс. Айбек, қандай түс жинадың? Ислам, сен қандай түс жинап отырсың? Әлинұр, қандай түс жинадың? Жібек, қандай түс жинап отырсың? Қызыл. Нариман, қандай түс жинап отырсың? Ақ түс. Алихан, сен қандай түс жинап отырсың? Алихан, қандай түс жинап отырсың? Сары түс қана жинапты. Нұрайым, қандай түс жинадың? Жақсы. Балалар, сендер бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысыңдар. Мен сендерге көңілді смайлдар таратып бағалаймын. Бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Барлықтарыңа рахмет. Өте жақсы қатысқан балалардың бәріне әдемі смайлдармен бағалаймыз.
Осымен бүгінгі оқу іс-әрекет қызметіміз аяқталды.